Жаңыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Тоқтарбай Бибі. Біз бүгін бұл маржин сюрприз ашатын боламыз. Және де бізде бір жаңа коллекция, бұл грибы деп аталады. Бұнда бізде разный грибы шығады. Осындай пакетиктер. Бәрі бірдей. Вот. Және де біз өкінішке орай екі коллекцияны аяқтаймыз. Бұл ослик және де нутри коллекциясы. Коллекция грибы. Давайте. Алдыңғы видеода айтқан мен екі жаңа коллекция жасаймын деп. Просто менде уақыт болмады, так что мен екі коллекция жасамадым, бірақ коллекция жасадым. Алдыңғы видеоның новинкасы заколки. Давайте бүгін осы бірінші пакетикті алайық. Лягушка. Давайте бүгін осы пакетикті алайық. Бананом. Екі пакетик қалыпты, келесі видеода аяқтайды екенбіз, осы пакетикті алайық. Картоха. Давайте бүгін осындай пакетикті алайық. Және де коллекция привидения. Давайте бүгін осы көк түсті алайық. Бүгінгі біздің распаковкамызда және де осындай пакетиктер бар. Достар, қазір. Мен, как всегда, кактус деп қойған коллекцияларды өстіп көрсетемін. Прям бәрі көріну үшін қанша пакетик бұл. Вот. Бізде осы пакетик болды. Енді бізді каталогты бүгін аяқтаймыз. Бәрін аяқтаймыз, барлық коллекция ішіндегі. Коллекция нутри. Вот осындай болып шығып келе жатыр. Бүгінгі видеоның соңында мен, может, не жасаймын. Обзор каталогқа, обзор жасаймын. На каталогқа емес, басқа каталогқа. Коллекция нутри. Вот осындай пакетик қызбен. Бүгін өкінішке орай аяқтаймыз. Маған осы коллекция ұнайды. Прям крысалар әдемі шыққанға. Мынау хомяк па? Вроде крыса, да? Бұнда бізде осындай вот нутри шықты. Зашибись. Вот. Номер 3, бәрі дұрыс. Жабыстырайық. Блин, осы наклейкалар енді дұрыс шықпай жүр, как всегда. Әрбір видеода нормально істелінбейді. Бір сағат ашып отырамыз осылай. Ладно. Жабыстырамыз. Вот, осылай шықты бізде. Және де коллекция ослик. Осындай пакетик, фигурный, прям әдемі. Мен бұны жыртпауға тырысам. Блин, прям нормально ашқым келеді, чтобы она жырту қалмас үшін фигурка. Вот. Және де бүгін бізде бұнда осындай вот ослик шықты. Біреуді вроде жақсы көріп қалды. Осы жерге
соңғы жер осы жердегі. Отклеиваем. Енді бұл наклейка нормально ашылса болды. Жыртылып жетпесе болды. Жабыстырамыз. Как всегда, контурды дәу қылып салып қоямын. Білмеймін не үшін. Но дұрыс салмасаң осындай болады. Сосын нормально әдемі салып үйрену керек. Вот. Но осы коллекцияның осы прозрачный несі ұнамайды. Аяқтарын қараңыздар. Жазылып кеткен. Осы екінші беті прям әдемі салған. Аккуратненько. Бірінші бетінен қарағанда. Бұл каталогпен енді қоштасамыз. Бұл каталог бізде бітті. Пока-пока. Қазір. Енді біздің осындай каталогымыз. Коллекция банана. Келесі видеода осы коллекция аяқтайды екенбіз. Өкінішке орай. Банана коллекциясы. Вот. Осындай пакетик. Ашайық. Және де бұнда бізде осындай банана. Прям смешной. Мем қойдым осындай, короче. Вот. Бір осы жерге отклеиваем. Жабыстырамыз. Міне келесі коллекциямыз. Осы коллекция лягушка. Лягушка, лягушка, не деп айтамыз. Ашайық. Бізде осындай терлеп тұрған лягушка шықты. Осы жерге вроде. Жабыстырамыз. Картоха коллекциясы. Осындай пакетик. Да, бізде вот осындай картоха, осындай привидениямен, досымен. Давайте осы жерге жабыстырақ. Вроде бізде осы коллекцияның әлі 3 пакетик бар. Жабыстырамыз. Келесі коллекция привидения. Осындай пакетик. Кофтасынан, голубой түсіне кофтасына. Және бізде осындай вот печенька. Вроде бұл печенька Шректе бар ғой. Соның кейпінде жасалған секілді. Вот. Номер жоқ, сондықтан екінші бет осы жерге. Блин. Екі коллекция қалды. Закрылка коллекциясы алдыңғы видеоның новинкасы осы маған осыларды айтты. Бірақ
қыздардың беттері дұрыс шықпаған. Мынау ғана вроде нормально шыққан. Мынаны ең бірінші салғам. Мынаны екінші, мынаны үшінші, мынаны төртінші салғам. Ашайық. Бүгін қандай заколка шығады екен? Бүгін осындай обычный заколка шықты. Көк. Номер 4. Осы жерге, осы басына өстіп. Наконец-то бір қыздың басына жаптыратын болдық. Шашына, то есть, не басына. Ашайық. Ой, ашайық. Және, ой, жабыстырайық. 4 санын жабамын, себебі мына шашына жабыстыру керек. Мен ойлағам басында осылай бүйтіп санды жауып тұрып өсіп жабыстырамын деп. Бірақ шашының мына шетіне ғана тұрады да, ал мына шеті просто қалады. Дұрыс шықпай қалады, сондықтан осылай шашына өсіп қыстырады адам деген. Бұлай қыстырмайды. Және бүгінгі біздің новинкамыз грибы. Осындай открывашкамен. Вот. Және бұнда бізде осындай которыймен дұрыс вообще саламаған грибок шықты. Кейбіреу үшін осындай грибоктар бар болуы мүмкін. Но мен аттарын білмеймін. Номер 3. Осы жерге. Мен осы бетті обычный, простой ғып жасай салдым. Жабыстырайық. Видео әлі аяқталмады, достар. Күтіп тұрыңыздар. Мен қазір сіздерге обзор көрсетіп тастайын. Екінші каталогымыз қайда? Вот, мынау екінші біздің каталогымыз. Осындай қызбен болған. Осындай наклейкалар бар. Кеттік, көрейік ау ішінде не бар екен. Ең бірінші коллекция бұл курочка даром. Осыны вообще ұмыт қала бередім, помните атын? Вот осындайлар бар. Идеяны алып алсаңыздар болады. Осындай, және осындай. Коллекция кармашки. Осындай. Блин, камераға сыймай тұр. Осындай. Осындайлар бар. Вот еще. Марта коллекциясы. Вот. Осы коллекция маған прям күшті ұнайды. Әдемі салғам ғой өзім. Винки коллекциясы. Осындай чошқа. Сол кезде осы каталог видеоға қалай сыйды, соны түсінбеймші. Бұлай біз ұстадық, еще қалай сыйды. Жоқ, сыяды екен. Нормально. Біз помните жыртып алғанымыздан. Коллекция Дин. Осындай динозаврлар. И коллекция Привидение. Вот. Вот. Ой. Өстіп қойып алайық. Каталогымызды. Осымен біздің видео аяқталды. Кімге ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.